Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз геоэкологиялық аудандастыру тақырыбы. Яғни 3-ші бөлім, 2-ші бөлімше 4-ші тақырып. Дүниежүзі аумағын ластауы және табиғи ортаның бүкіл деңгейі бойынша аудандастыру. Бағалау критерийлеріміз дүниежүзі аумағы бойынша жоғары көрсеткіш аймақтарының себебін талдау. Осы жазу арқылы сіздерде Ректуар өрісі арқылы сіздердің соның сайтына кіріңіздер. Соның ішінде қазір мен де қоса ашамын. Ауа индексіне сәйкес, мәліметтеріне сәйкес, Еуразия материалінде жалпы ауасы ең ластанған мекендердің бірі ол Ирак және Иран мемлекеттерінің шекарасы. Неліктен бұл жер сондай ауасы ластанған? Себебі Ирак мемлекеті өзі әлемдегі ең ірі мұнай қоры бар мемлекеттердің бірі. Сол себептен мұндағы мұнай өнеркәсібі тұрғындардың, жергілікті тұрғындардың денсаулығына үлкен әсерін тигізеді. Ал ең таза, ауасы таза жерлерді айтатын болсақ, ол бізде Еуразияның батыс бөлігі, яғни Белоруссия мемлекеттері, Латвия, Литва мемлекеттері жатады. Жақсы, рахмет. Ояки орталығының индексі 4. Чили. Ең ауасы таза жер Канадада орналасқан. Индексі нешені көрсетті? 0 көрсетті, тамаша. Ауаны ластау мысалдары Оякида 444 болғаннан, ол жерде автокөліктер өте көп. Жақсы, рахмет. 118 мемлекеттің арасында жаңағы Африка материгіндегі орналасқан Уганда мемлекеті ол 39-шы орында тұр. Оның Кампала деген астанасында ол өте қауіпті. Кампала және оның маңы өте қауіпті деңгейде тұр. Оның мысалы қарап тұрсаңыз индекстері өте қауіпті 200-300 арасы. Осы жаңағы астананың маңы 360-қа дейін жетіпті. Бұның бәрінің себебі, ең басты себептердің бірі, Угандада жаңағы электр станциялардың 90% көмірмен өндіріледі. Сол себепті CO2 шығарылып, адамдардың өміріне және тұрмысына қауіп тудырады. Яғни қауіпті индексінің себебі айттыңыз. Бұның ішіндегі жақсыл, яғни тұруға ыңғайлы елді мекендерді қай аймақта, қай аумақта айтуға болады екен. Яғни бізде ол шартты бекітіп алған қандай 0-50 аралығындағы, жақсы түстеуді. Бізде келесі бізде Австралия материалы бойынша, яғни әлемдегі ең аумағы бойынша шағын елді мекен, яғни шағын материк. Австралия 40-шідегі ең кішісі. Ауаның ластану индексі бойынша адам денсаулығына кері әсер ететін ластаушы көрсеткіш яғни жоқ. Себебі бұл материк флора фаунасы сақталған жасыл материктердің бірі болып саналады. Бірақ бұл материктегі индекс бойынша ең жоғары көрсеткіш
көрсеткіш, ол бізде Байнуайт қаласында, яғни индекс көрсеткіші 75. Бірақ индекс көрсеткіші ең жоғары болғанымен, бұл адам денсаулығына кері әсер тигізбейді. Яғни орташа деңгейде тамаша. Ал енді өте жақсылық, яғни 0-ден 50-ге дейінгі аралығындағы индексі сан аз болса, бізде өмір сүруге өте ыңғайлы қолайлы деген. Бұнда, яғни жаңа айтып кеткендей, флора фонасы қалаларда бұл жерде көп қалалар, яғни қарап тұрсақ, өте ауа ластану деңгейі өте жақсы. Өте жақсы, жақсы деген индекс. Мысалы үшін санын айта кетсек, қандай болады? Мысалы, неше сандарды қарап тұрсақ? 1, 5, 4, 7. Жақсы, сонда балалар материктер бойынша бізде қай материкте, яғни өмір сүруге қолайлы, яғни ауаның ластану индексі бойынша ең 0 мен 50-дің аралығындағы, яғни жақсы деген мағынаны білдіретін жасыл түстерді көрсететін бізде қай материк болып саналса, Австралия өте тамаша. Оның бірден-бір дәлелі Австралия материгінің ерте кездегі бөлініп кетуі, Америка материгінен және Антарктидадан бөлініп шығуы, және осы елді мекенде эндемиктердің орналасуы, сондағы осы Австралия материгі. Енді әрине өзіміздің отанымыз Қазақстан алып жатқан ауданның бойынша 2.724.9 шаршы алып жатқан Еуразия материгінің орталығы орналасқан Қазақстан бойынша, яғни біз айта болады. Қазақстанның 45 өнеркәсіптік қалаларында ауаның ластану деңгейі жоғары. Соның ішінде ауасы ең лас қалалардың бірі Теміртау қаласын алсақ, индекс көрсеткіші 93. Теміртау қаласындағы ауаның ластануына бірден бір себеп қалада кармен комбинаты орналасқан, қара металлургия саласы бойынша көмір өндіреді. Сол себепті соның әсерінен қалада ауаның ластану деңгейі өте жоғары. Сауалыңыз қорытындылайтын болсақ, құрметті достар, яғни бізде ауаның ластануының индексі бойынша елді мекендерге жеке топталып кеттік, яғни бұл жердегі ең лас елді мекен және қолайлы 0-ден 50-ге дейінгі аралығындағы жақсы деген көрсеткіш көрсететін осы елді мекендерді алған керек. Соның ішіндегі құрлықтар бойынша бізде жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, ол Австралия материгіндегі өмір сүру деңгейі өте жақсы деген мағынаны білдіреді. Енді сіздерге сұрақ қоя отырып, қорытындыны аяқтасақ, улы зияндардың санын азайту үшін бізде автомобильдер, қазіргі зауыт фабрикадан қарағанда автомобильдердің саны өте көп. Яғни қолжетімді қазір сатып алуға. Бірақ қазіргі таңда біз автомобильдердің бензин, керосин, соляркамен жүретінен емес, керісінше немен жүруге ауысу керек? Газбен немесе электромобильдердің ауаға зиянды заттардың мүлдем шығармайтындай осындай бізге автомобильдердің түрлеріне ауысу керек, өте қажет. Әрине ол өте қымбат. Бірақ таза соға ауысу керек. Дамыған мемлекеттерде, еуропалықтарда немесе батыстағы Америка елді мекендерінде осы электромобильдер, газбен жүретін автомобильдер өте көп. Олар осыған байланысты үлкен мемлекет тарапынан қолға алынған деген сөз. Енді біз Қазақстанымыз әрі өркендеп өсу үшін, яғни зауыт фабрикалардың түтіндерге фильтрлерді орнатып, немесе қосымша тағы да яғни улы зияндар өте аз шығатындай зауыттарды қосымша салып, ескі зауыттарды жауып, автомобильдердің барлығын электромобильге ауыссақ, біздің Қазақстандағы әйел азаматтардың өмір жасының ұзақтығы 71 болатын болса, ер азаматтардың жасының ұзақтығы 65 жас. Біз оны 65 жасты әрі қарай 70-70-ден жоғарыдан көтеріп, әйел адамдардың санын, яғни өмір жасының ұзақтығын 80-90 тіпті 100-ге дейін апаруға соған кепілдік жасауымыз керек. Соған атсалысуымыз керек, күресуіміз керек. Келешек азамат сіздерсіздер, Қазақстанның болашағы сіздер осы бойынша қолға алу керек. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Белсене қатысқандар үшін рахмет.